lesson divided into 3 groups. First group, second group, third group. Алғандар топқа бөлініп алдық. Бүгінгі көңіл күйіміз қандай? Керемет. Осындай керемет көңіл күйменен сабағымызды бастаймыз. Міне біз өтілген тақырыптарға байланысты мен сендерге ағылшынша терминдер дайындап бердім. Қазір рет саны берілді. Мен қай рет санын оқимын, сол оқушы тұрып орнынан жауап бере береді. Иммунитет, аудармасы иммунитет. Ол адам ағзасындағы түрлі жұқпалы ауруларға қарсы күресетін қасиет. Жарайсың. Келесі бізде 12. Фитофторос, English light weight. Ол өсімдіктердегі ауру. Ол самарқұлақ тудыратын ауру. Ол көбінесе картоп, қызанақ және алма цитрус өнімдерден жатады. Келесі бізде 2. Лейкомия. Қазақшасы лейкомия. Ол артқан ауруы. Оның негізгі салдары тромбоцит пен эритроциттердің азайып кетіп, лейкоциттердің көбейіп кетуінен туындайтын ауру. 17. Эритроцит. Ағылшынша эритроцит. Ол эритроцит қанның ең ірі жасушасы болып келеді. 20 тәулігін өсіреді. Оның ішінде гемоглобин орналасқаннан кейін, темір мен оттегі әрекеттескеннен кейін қаны қызыл түсіп кетіп тұрады. 5. Гемоглобин, хемоглобин. Ол қанға қызыл түсіп тұрады және оттегі тасымалдайды 20 тәулік. Келесі 14. Гемофилия. Аудармасы гемофилия. Ол сирек кездесетін тұқым қуалайтын ауру. Яғни ол қанның ұйымауынан тұрады. Туындайды, иә? Туындайды. Мына жерде биологиялық ребус. Мынау қандай мүше еді? Бірінші. Асқазан, одан кейін тіс, бауыр, ми, балдырдар. Так, қандай сөз шығады табамыз? Ребусты шешеміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек қан тамырлар жүйесі. Сабағымыздың мақсаты жүрек қан тамырлар жүйесінің құрылысы мен ерекшеліктерін сипаттау, иә? Артерия мен вена қан тамырларының ерекшелігі вена қан тамырларында арнайы клапандар бар. Яғни вена қан тамыры бізде қанды жүрекке апарушы қан тамыры. Сол үшін онда арнайы клапандар орналасқан қанның еркін жүрекке қарай. Енді жүректің құрылысына келетін болсақ, мынау жаңа бізде міне. Мынау артериямыз, мынау біздің венамыз, иә? Енді жүректің құрылысына келетін болсақ, жүрек қан тамырлар сияқты бұлар да 3 қабаттан тұрады. Ал жүректің негізгі қызметі ол қанды айдау болып табылады. Енді бұның сыртқы қабаты, жүректің сыртқы қабатын эпикард қаптайды. Эпикард дәнекер ұлпасынан тұрады, өте жұқа дәнекер ұлпасынан тұрады. Ортаңғы қабатты миокард қаптайды. Миокард болады, ол бізде тығыз бұлшықетті қабат болып келеді, ол көлденең жолақты бұлшықет ұлпасынан түзіледі. Ал ішкі қабаты бізде эндокард деп атайды, ол эпителий ұлпасынан тұрады. Енді жүректе, яғни жануарларда, яғни ол бізде жатамыз, иә? Жануарлардың жүректері 4 қуысты болып келеді. 2 жүрекшеден, 2 қарышқадан тұрады, иә? Міне бізде жаңағы, мынау бізде 2 жүрекше, мына жоғары жағында орналасқан, ал астындағы көлемді болып келген бұл не? 2. Артерия қан тамырының сеңдер ашасында, вена қан тамырының сеңдер ашасында, капиллярды сеңдер ашасында. Қазір мен сендерге дисприктор беремін. жүректен мүшелерге қарай ағады. Олар жоғары жылдамдықпен және де тез жылдамдықпен ағады және қысымы жоғары. Олардың ең ірі артерия қан тамырлары. Қан тамырларының ерекшеліктері олар жүректен қанды алып шығып мүшелерге таратады.
және де олардың Енді қол кесіліп одан қан қаттап қалса, ол онда артерияда кеткен қан болып табылады. Және оның түсі ашық қызыл болады. Ондай жағдай болғанда біз тезірек кесілген жерге мақта қоямыз да, сөйтіп оны тезірек бетпен ораймыз. Және кесілген жердің төбе жағынан, жоғарғы жағынан қатты сызып байлаймыз. Веналардың ерекшелігі ол қанды мүшелерден жүрекке тасымалдайды. Қабырғасындағы бұлшық талшықтары өте әлсіз және жоғары вена қай жерден қан кеткенін, яғни қай қанынан кеткенін білуіміз қажет. Және де оны үстіне яғни оның басты мақсаты веналар мен артерияларды бір-біріне байланыстырып тұрады. Оның жіңішкелігі шашпен бірдей болады. Болса адам өміріне қауіпті болады. Сондықтан біз бұл жерге перегис немесе спиртті құйып, жауып, оны орап, адамды дәрігерлер жарақаттанған алғаш көмектер көрсетулерінде жақсы орындайды. Оған да десем. Бұл жермен нені байланыстырып айтуымызға болады? Қандағылардың қысымы, жылдамдығын айтуға болады. Артерияның қысымы қандай? Өте жоғары. Жоғары, несі жылдамдығы? Тез, ал қалағандарын бана. Тез орындаймыз. Мына уақыт үнемдеу үшін екіге бөліп алыңдар. Kapılar. Тексеріп жіберейік. Қан тамырлар жүрекке шыққан қанды таратады, ол артерия. Келесі. Қанның кері оны алып қойғасайтын қақпақшалар бұлар вена. Жүректің сыртқы қабаты? Жүректің сыртқы қабаты перикард деп аталады. Перикард деп аталады. Жүректің ішкі қабаты эпикард. Жоқ, қате. Жүректің ішкі қабаты эндокард деп аталады. Дұрыс. Келесі. Яғни бұл жерде біз жануарлардың класын табуымыз керек, жүрегінің ерекшеліктерін айтып шығуымыз керек. Ал біріншісі балықтар дейді. Жүрек құрылысының ерекшелігі қандай? Неше жүрек? Жарайсың отыралы. Келесі. Ал. Жорғалшылар. Оларда екі жүрекші бір қабықшы болады. Дұрыс айтады. Келесі. Тезірек бөліп алыңдар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бір сұрақтан самолет үстінде. Тез, жарайсың. Так, болды. Ұшырамыз. Сендер үшке. Жүректің бұлшық қабаты миокард қанды жүректің мүшелері мен ұлпаларына тарататын қан тамырлары артерия. Мен бүгін білдім, қызықты болды, қиын болды, таңдалды. Осы бойынша мен сендерге таратып берейін. Осы жазып менің алдыма қоясыңдар, сынасып алдар. Осы қан тамыр ауруларының қандай түрлері бар, олардың себептері, алдын алу шаралары. Соны үйден тағы интернеттен ғаламтордан қарап келеміз. Бүгінгі бағамыз жақсы, барлықтарына жақсы, өте жақсы деген баға болуға барлығымыз өте атсалысып сабаққа жақсы қатысты. Жақсы. Сабақ аяқталды.